Мысалға әйелдер үшін 4 нәрсе ғой. 4 нәрсе. Білесіздер ғой, әлде 5 ма? 4 ғой. 4. Біріншісі 5 уақыт намаз оқыса болды. И Рамазанның оразасы, нәпіл емес, Рамазанның оразасы. Нәпіл ұстасаңыздар өзіңіз үшін. Бірақ Рамазанның оразасы. Үшіншісі арына ие болса дейді әйел кісі. Көрдіңіз бе? Арына деген түсінді ғой, астында үлкен нәрселерді қамтиды бұл. Бізде Құдай сақтасын, елде жеңіл жүріске түсіп кетіп жатқан қыздарда, олар біздің қарындасымыз ғой негізі. Біреу менің апам, біреу менің қарындасым. Бірақ сол арына ие бола алмай қалып жатыр да, көрдіңіз бе? Қызды жоқшылық құртады, еркекті тоқшылық құртады деген қазақтың сөзі осы. Жоқшылықтан барады олар да, бірақ сәл күтсей, сабыр қылсай, қарындасым айналайын. Өмір сонымен дүниеге келген кезінде әке шешең ондай болады деп әкелген жоқ қой сені өмірге. Әкең қуанды, анаң қуанды, туысқандар қуанды, құлағыңа азан шақырып, міне мен қызды болып жатырмын деп жатыр. Сол үшін әкелді ма сен әлде өмірге? Міне мен біреу дайындап беріп жатырмын біреудің астына не қылатын деп. Жоқ. Өйтіп Алла тағала ондай қуанышты берген жоқ қой сіздің әке шешеңізге. Сондай қуанған әке шешеңіздің неге мынандай қақиып тұрған басын жерге көрге тығып жатсыз? Көрдіңіз ба? Бұл қыз бала арына ие болу керек. Өмірдің қандай қиыншылығы болса да, мына жол жеңіл жол болса да оған кетпеу керек. Сізге келген қиыншылықтың артында міндетті түрде бір жақсылық бар да, соны сәл күтсеңіз болды, ана қиыншылықтан өтіп кетесіз. Сондықтан мына қарындастар бар, енді бұл жерде жоқ қой, жалпы деймін де, Алла сақтасын. Үшіншісі әйелдің бұл арын сақтаса дейді, көрдіңіз ба? Бұл үйленгенге дейін де, үйленгеннен кейін де арын сақтаған әйел, және төртіншісі не дейді? Күйеуіне бағын алған әйел дейді. Күйеуіне бағынған, бала шағасын қарғамайтын әйел, бұл жәннаттың 8 есігінен қалағаннан кіреді дейді, қалағаннан.